Сәлем достар, бүгін сіздермен хинкали жасайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Қамырымызды илеу үшін тұзымызды салқын суға салып араластырып, ұнымыздың ортасын ашып, суымызды ақырындап құйып қамырымызды илейміз. Қамырымыз тығыз болуы керек, себебі ортасына толтыратын начинкамыз шырынды болғандықтан қамырымыз тығыз және жақсылап илену керек. Соның арқасында қамырымыз езіліп кетпейді, ортасындағы толтырмамызды ұстап тұрады. Қамырымыз басында бірікпей қабыршықтанып тұрады. Илегенде су жеткіліксіз сияқты болып көрінеді, бірақ жақсылап илеу қажет. 5-10 минут. Егер илегенге қиынырақ болса, онда пакетке жауып қойып, клейковинасы ісінгенше бірнеше рет демалдырып илесеңіздер де болады. Егер қамырымыз бір керкі болмай, осындай жағдайда болса, салафанға салып, 40 минутқа тынығуға қойып қоямыз. Міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. Міне 40 минуттан кейін біздің қамырымыз осындай жұмсақ әрі созылмалы болуы тиіс. Начинкамызға самсағымызды осылайынан ұсақтап турап аламыз. Ыдысымызға салып, қолымызбен езгілейміз. Суы шыққанша езгілеу қажет. Содан соң фаршымызға саламыз сарымсағымызды. Зира саламыз. Зираны қолмен алдын ала ысқылап, дәмін шығарып алуымыз қажет. Кинза не болмаса петрушка қолдансаңыздар болады. Барлық начинкамызды салып, тұз, бұрышымызды салып, қолымызбен езгілейміз. Салқын суымызды құя отырып, начинкамызды араластырамыз. Біздің хинкалиімізға шырынды нәр беретін осы біздің салқын суымыз. Дайын болған фаршымызды тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тыныққан қамырымыз бір керкі серпімді болады. Қамырымызды илеп, 10 бөлікке бөліп, пищевой пленкамен не болмаса салфеткамен жауып қоямыз. Қамырымызды алып, 1 мм қалыңдыққа дөңгелек етіп илеуіміз қажет. Тері жұқа қылып жаюға тырысыңыздар. Бір ас қасық начинкамызды қосып, мешок тәрізді істетіп жинауымыз керек. Фаршымызды әрбір қосқан сайын араластырып отыру керек. Жақсылап біріктіреміз. Біріктіргеннен кейін бас жағын кесіп тастаймыз. Осылай қосымша біз фиксация жасаймыз. Міне дайын болған хинкалиімізді тұзды қайнаған суымызға араластыра отырып саламыз. Сонда түбіне жабысып қалмайды. Хинкалиларымызды 10-15 минутте пісіреміз. Піскен хинкалиімізге бұрыш сеуіп, төбесінен ұстап тұрып, істеп, суын ішіп,
алдын ала, содан кейін жейді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Әйгерім.